Ай, тай, май, шәй, қой, бой, бай, той. Сөз соңында кілең и, аты оның қысқа и. Балалар, біз бүгін қысқа и әріпімен танысатын боламыз. Бұл жерде қысқа идің баспаша әріпі және жазба әріпі берілген. Ал барлығымыз қысқа и әріпін бірге айтып көрейікші, яғни аты айтылғандай иді қысқа қайтарамыз. И. Қысқа и бізде дауыссыз дыбыс. Есіңде болсын, қысқа и дауысты дыбыстан кейін кездеседі. Ай, той, жейде, йок, йот. Жарайсыңдар балалар. Қысқа и әріпі. Қысқа и әріпі. Ай, айран, айран, шәй, май, шәй, май, қой, қой, тай, тай, көйлек, көйлек, айна, айна. Балалар, қысқа и әріпін бірге жазып көрейік. Бас әріпін жазу үшін оңға және солға иілген қармақша, оңға қарай иілген қармақша, ойықша. Кіші әріпін жазу үшін оңға қарай иілген қармақша, оңға қарай иілген қармақша, ойықша. Жарайсыңдар. Балалар, бүгінгі біздің қысқа и әріпіне жасаған саяхатымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Бағы ішінде тұрамын гүлдей жайнап, жәудіреген көздерді жүрмін байлап.